Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 70 күннен соң басталып 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллахқа арнап құрбандық шалады, мал сояды. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі. Құрбан айт жайлы әр мұсылман білуі тиіс 12 дерек. Бірінші, құрбан сөзінің анықтамасы. Тілімізге еніп кеткен құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Терминдік мағынасы Алла тағаланың разылығына жақындау ниетімен құрбан айт күндерінде шалынатын арнайы малдың аты. Құрбан шалудың артықшылығына, сауапты екендігіне қатысты пайғамбарымыздың бірнеше хадистері бар. Адам баласы құрбан айт күнінде қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Аллах тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Аллах тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар. Екінші, құрбан айтта құрбан шалудың үкімі. Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп. Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымызға намаз оқы және құрбан шал деп әмір етіп, құрбан шалудың уәжіптігін білдірген. Үшінші, құрбан шалу кімге уәжіп? Құрбан шалу уәжіп болу үшін төмендегі мына шарттар болуы қажет. Мұсылман болу. Құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері 85 грамм алтын яки құнына тең келетін ақша. Төртінші, құрбан шалудың уақыты. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні айт намазынан кейін басталып, айдың үшінші күні ақшанға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандай да бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай, айт намазын оқымаған кісі намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандыққа есептелмейді. Бесінші, құрбандыққа жарамды малдар. Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық кепе қозы 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Елік, арқар сияқты аңдар мен тауық, қораз, қаз, үйрек сияқты құстар құрбан ретінде сойылмайды. 6-шы, бірігіп құрбан шалу. Қой немесе ешкіні тек бір адам құрбан ретінде шалалады. Ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны бір кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуларына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. Бір кісі құрбан үшін, ал екінші бір кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. 7-ші, құрбандыққа жарамайтын малдар. Мынадай кемшілігі бар малдар құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Бір көзі соқыр. Сойылатын жерге жете алмайтын дәрежеде көтерем. Құлағы немесе құйрығы тумадан жоқ немесе басым бөлігі кесілген. Тістерінің көбі түсіп қалған. Емшектерінің басы жұлынып қалған. Бір мүйізі немесе екеуі де түбінен сынған. Құрбан шалуы уәжіп болған кісінің құрбандық малында аталмыш кемшіліктердің біреуі сатып алғаннан кейін пайда болса, немесе алған малы өліп қалса, қайтадан құрбандыққа жарайтын мал сатып алып шалуы керек. Ал құрбан шалу уәжіп болмаса да, сауап үшін шалуды ниет еткен кедей адамның сатып алған құрбанында бір кемшілік пайда болса, сол малды шала береді. Тіпті құрбан шалуы уәжіп болмаған кедей адам бойында кемшілігі бар малды сатып алып, құрбан ретінде шалуына болады. Өйткені кедей адамның шалған құрбандығы нәпіл құрбан. Нәпіл ғибадатта кешірім бар. 8-ші, құрбан шалуда өкілдік. Құрбандық малын мүмкіншілік болса, мойнына уәжіп болған адамның өзі шалғаны абзал. Және оның сауабы мол. Алайда өзге біреуге өкілдік беруіне де болады. Құрбан шалуы уәжіп кісі басқа бір адамды телефон арқылы, немес хат сияқты жолдармен өзінің орнына басқа адамды өкіл ретінде құрбан шалу үшін тағайындай алады. Өкілге менің орныма құрбан алып, шал деп айтылған уақытта, өкіл сол адамның атына құрбан алып шалады. 9-шы, құрбан малы қалай шалынады? Құрбан ретінде шалынатын малды қинамау үшін өткір пышақ қолдану керек. Малды сою үшін жерге жатқызғаннан кейін пышақты көз алдында жалақтатып қайрау мәкрух. Ал қинамай сою сүннет. Құрбанды бауыздаған адам да бисмиллахи, Аллаху әкбар деуі керек.
Әдейі ұмытпастан бисмиллах деп айтпаса, құрбанның етін жеуге болмайды. Өйткені Алланың аты айтылып, бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Құрбанның иесі құрбанды бауыздайын деп жатқан қасаптың қолының үстіне қолын қойып, бірге бауыздаса, екеуінің де бисмиллах деп айтулары керек. Малдың жаны шыққаннан кейін барып қана терісі сыпырыла. Жаны шықпай жатып басын кесіп алып тастау немесе терісін сыпыру мәкрух. Оның іші құрбандыққа шалынған малдың еті мен терісі. Бай немесе кедей болсын, құрбан айтта шалған құрбандығының етін жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату мұстахаб. Бір бөлігі туған туыс, көршілеріне бай болса да сыйға тартылады. Екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала шағасына беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға болатыны сияқты, түгелдей өзінің отбасына қалдыра алады. Құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақтарын, басын және сүтін сату мәкрух. Құрбан малының аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа ретінде беріледі. Құрбандыққа шалынған малдың терісін кедейлерге, қайырымдылық қорларына беруге болады. Құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қасаптың ақысы ретінде төлеуге болмайды. 11. Құрбандыққа арнайы мал алып соймай, орнына сол құрбанның құнын ақшалай садақа ретінде кедейлерге беруге болама? Құрбандықта қан ағызу негіз болғандықтан мал сойып қан ағызбаса, құрбандық міндеті мойнынан түспейді. 12. Көз жұмған кісі үшін құрбан шалуға болама? Өлген кісі өзінің атына құрбан шалуды тапсырып кетпесе де, сауабын өліге бағыштау ниетімен құрбан айт күндерінде құрбан шалуға болады. Шалған құрбанның етінен жеуіне рұқсат. Бірақ өлінің тапсырып кеткен өсиетін орындау ниетімен шалған құрбанның етінен жеуге болмайды. Етін толық садақа ретінде тарату керек.